Баршаңызға сәлем, менің дамытушы ойындар арнама қош келдіңіздер. Біздің арнада кезекті видео балаларға пайдалы, яғни сандарды рет-ретімен санап орнына қою. Егер балаңыз сандарды санай білмесе, есте сақтай білмесе, осы ойынды қолданыңыз. Өте қарапайым, ең үздік ойындардың бірі. Көп затты қажет етпейтін дидактикалық ойын түрі, видеоны соңына дейін көріп, балаларыңызға жасап берулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен бос картоннан осылай дөңгелек етіп шеңбер жасап алатын боламыз. Бұл дидактикалық ойын нәтижесінде балалар сандарды рет-ретімен санауға және де тез есте сақтауына көмектесетін болады. Бұл 3 жастан 5 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болатын ойын түрі. Мектеп табалдырығын тұңғыш аттайтын баланың математикадан жеткілікті білім қоры, қабілеті мен икемділігі болған жөн. Өйткені бұндай қабілетті қалыптастыру оның келешекте жақсы оқу мен жан-жақты жетілуінің негізі болып табылады. Балабақша балалар дидактикалық ойындар арқылы түрлі жаттығулар ойнайды. Мектепке даярлық топтарда балалар 10-ға дейін тура және керіс санауды, есептеу материалдарын пайдаланып, ауызша қосу, азайту сияқты амалдарды орындайтын болады. Және де сандарды рет-ретімен қатармен санауды, цифрды тани біледі. Сандарын салыстыра отырып, көп, аз, біреуі қанша болса сонша ұғымдарын үйренеді. Балалар бұл ойын ойнау барысында геометриялық пішіндерді танып біліп отырады. Яғни үшбұрыш және дөңгелек пішіндерін танып біліп отырады. Қоршаған ортада өздеріне таныс геометриялық пішіндерге ұқсас заттарды көріп білуге, геометриялық пішіндерден әртүрлі бейнелер құрастырып, қандай пішін екенін айтып отырады. Мектеп жасына дейінгі балалардың даму дегенді қарапайым математикалық ұғымдарды және олармен байланысты логикалық жұмыстарды қалыптастырудың нәтижесінде болатын тұлғаның танымдық қызметіндегі алға басу мен өзгерулер деп түсінген жөн. Балалардың мектепке даярлауда алғашқы қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастырудың балабақшада өзіндік ерекшелігі бар. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі тәрбие балалардың мектеп алды даярлығы қоғамдағы өзекті мәселелер ретінде қарастырылып отыр. Қазіргі балалардың даму деңгейі бұрынғы көрсеткіштерден озықтығын, олардың білуге, білімге ынталы екендігін соңғы кездері педагогика және психология салалары зерттеулер дәлелденіп отыр. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған дамытушы ойындар арнасы. Егер менің арнамның видеоларын бірінші болып көргілеріңіз келсе, қоңырау батырмасын басып, лайк басып өтіңіздер.